Барлықтарыңызға сәлем. Егер сіз кептірілген жемістерден компот жасасаңыз, одан кейін жемістерді тастауға асықпаңыз. Дәл осындай өте жұмсақ әрі өте дәмді булочки жасауға болады. Ендеше видеоны соңына дейін қарайық. Ең алдымен бізге 300 мл жылы сүт керек. Жылы сүтімізге 7 грамм ашытқы қосамыз. Және де оған 50 грамм қант қосамыз. Шамалы тұз қосып, осының барлығын араластырып, 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Одан кейін оған 2 жұмыртқа қосамыз. Және де ерітілген сары май қосамыз, 80 грамм. Енді жұмыртқамызды, майды жақсылап араластырып, ұн қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Ұнды өте көп қосуға асықпаңыз, аз-аздан қосыңыз. Мен 500-550 грамм ұн қостым. Қамыр басында қолға жабысқақ болуы мүмкін, бірақ оны кішкене столдың үстіне ұн сеуіп, қамырды түсіріп, асықпай, уақытыңызды бөліп, қамырды жақсылап илесеңіз, біраз уақыттан кейін ол қолға жабыспайтын болады. Сондықтан ұнды қосуға асықпай, керісінше уақыт бөліп, қамырды ұзақ илеуге тырысыңыз. Дайын болған қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып, есе жақсылап көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Ол үшін компот жасалған кептірілген жемістер ғана керек. Соны блендердің көмегімен жақсылап араластырып езіп аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Біздің қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді оны дастарханға түсіріп, кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Мейлінше ұн қолданбауға тырысыңыз. Булочки барлығы біркелкі болып шығу үшін мен осылай таразының көмегімен 50-50 граммнан бөліп аламын. Таразы болмаса, көз мөлшерімен де бөлсеңіз болады. Енді өзіме ыңғайлы болу үшін барлық бөлікті осылай домалатып дайындап қоямын. Және оның барлығын бір матаның астына жабысып қалмау үшін қойып, және беті кеуіп кетпеу үшін бетінде жауып қойғаныңыз жақсы. Одан кейін бір-бірден алып, булочкиді жасай бересіз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, булочкидің жасалу жолы өте оңай. Дәл осылай барлық булочкиді толығымен жасап шығамыз. Жасап болғаннан кейін пешке пісіретін ыдысқа салып булочкиді, және де 10-15 минутқа бетін осылай целлофанмен немесе жұқа матамен жауып қойып қойғаныңыз жақсы. Сонда булочки жақсылап көтеріліп пісуге дайын болады. Одан кейін бір жұмыртқаны араластырып, осылай жақсылап бетіне жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз.
Міне біздің өте әдемі әрі жұп-жұмсақ әрі дәмді булочкилеріміз дайын. Дастарханға ұсынар кезде толығымен суығаннан кейін ыдысқа салып, бетіне осындай қант ұнтағын сепсеңіз, өте әдемі көрінеді. Дайындалу өте оңай, жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыз. Алда сіздерді тағы да жақсы рецепттермен қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.